Анашым, мынаның көйлегі ескіріп қалыпты. Осы жаңадан жасалған көйлек тіге аласыз ба? Жарайды. Қуыршаққа арнап, жаңадан киім тігейік, жарай ма? Бірге тігейік. Жарайды, анашым. Жүре ғой. Көйлегін жасау үшін бізге қандай заттар қажет? Жіп, ине, қайшы. Және көйлекті тігетін матамыз қажет. Бірінші матамызды пішіп қиып аламыз. Пішу дегеніміз өлшейміз. Яғни қуыршақты аламыз, оның көйлегін аламыз, оның өлшемдерін аламыз. Амира, біз қуыршақты өлшеп алдық, е? Соны енді матаға пішіп аламыз, соны қиямыз, жарай ма? Амира, саған бірнеше сұрақтар қояйыншы. Сол сұрақтарға жауап бер, жарай ма? Сені кім жаратты? Алла жаратты. Алла жаратты, дұрыс. Мұсылмансың ба? Альхамдулилла, мұсылманмын. Мінекей, біздің қуыршағымыздың ескі көйлегін алып, жаңадан көйлегін бітірдік, е? Орамалын да жасадық. Себебі бұл қуыршағымыз қандай басып көш? Және бұны әшекейлеу үшін қай жағына тағамыз? Мына жеріне тағамыз. Ой, кән, таға аласың ба? Мінекей, құрметті ата-аналар, қараңыздар. Біз Амира екеуміз тігіп бітірдік. Мынандай қуыршақтың көйлегін. Ұнады ма? Жақсы, өте жақсы. Енді қауіпсіздік шарасы үшін біз инелерімізді, жіптеріміз, қайшыларымызды жоғары қоямыз. Қуыршақтың көйлегін бітірдік. Енді біз Амира тәжірибе жасайық. Жарай ма? Амира, саған тәжірибе жасаған ұнай ма? Әрине ұнайды. Тезірек жасайық, анашым. Жарайды. Бізге тәжірибе жасау үшін нелер керек? Реңке, балауыз, стакан, боялған су. Балауызды жағып аламыз. Судың ортасына қоямыз. Стаканды үстіне жап. Сосын қандай процесс жүреді, соны қараймыз, бақылаймыз. Не болды? Суға толып, бұл айналды. Бұл атмосфералық қысымға байланысты. Мынаның қысымын көтерген кезде астындағы суды өзіне қарай тартады. Көрдің ба? Қызық болды ма? Ұнады ма саған? Анашым, мынаның не үшін аяқтары, омыртқалары не үшін ұзайып қалған? Көпшілік балдар омыртқалары, аяқтары жасайды. Сен үйде жаттығу жасайсың ба? Иә. Таңертең тұрғанда жаттығу жасаймын. Тәтті сусындарды көп тұтынбау керек. Оларды көп тұтынған кезде мынаның омыртқаларының барлығы, ішінде кальцийлердің барлығы сыртқа шығып кетеді да, мыналар мүжіліп, қисайып кетеді. Сен тәттілер мен газды сусындарды көп қолданбайсың ба? Жоқ. Көп қолданбаймын, молодец. Жарайсың, Амира.